Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында десятка салатын дайындайтын боламыз. Атының өзі айтып тұр, өте дәмді, ерекше болып қысқа сақтауға арналған салаттардың түрі. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны барып, басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қысқа салат жабуды бастап кеттіңіздер ма? Біз бастап кеттік. Әр түрлі салаттар түрін жауып жүрмін. Осы салаттың бір түрімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Видео ұнаса соңына шейін қараңыздар. Ең бірінші осылай 10 баклажан, 10 сәбіз, 10 помидор, 10 тәтті бұрыш, 10 чеснок, сарымсақ барлығын жақсылап турап тазалап алдым мен. Енді осындай салқын суға бірінші баклажанымызды салып қоямыз да үстінен жақсылап тұзымызды сеуіп 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Ол жаңағы микробтары өледі. Баклажан білесіздер, өте қиын салаттың түрі болып саналады. Сондықтан жақсылап жуғандарыңыз дұрыс. Неғұрлым көп тұрса, соғұрлым жақсы банкаларыңыз атылмай тұратын болады. Мен 1,5 сағатқа қойдым, уақыт тығыз болғандықтан. Енді сіздер 2-2,5 сағат қойсаңыздар болады. Барлығын осылай солонка етіп турап алдым. Сіздер 4 бұрыштығып кубиктап турасаңыздар болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Үлкен пияз болса, пияздарыңызды осылай бөліп, екіге жақсылап жұқалап тураңыздар. Барлығын сәбізді де жұқалап тураңыз, а то піспей қалады. Осындай үлкен пияз болса, ортасынан 2-ге бөліп турасаңыздар болады. Енді қызанағымыз барлығынан 10 штуктан алып жасайсыздар ғой. Помидор 10 штук, сәбіз 10 штук, барлығынан 10 штук. Сол үшін атының өзі десятка деп аталады. Өте дәмді әрі оңай салаттардың түрі. Ешқандай микробтардан өткізіп, уақытыңызды алып отырмайсыз. Осылай сарымсақты да жақсылап майдалап турап, мен 1 ащы бұрыш қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Толық рецебін мен осы видеоның описание астына қалдырып кетемін. Сол жақтан қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, дәл менің рецебім бойынша жасаңыздар. Бірінші сәбізімізді саламыз, одан кейін баклажандарымызды саламыз. Үстінен пиязымызды салып, барлық жеріне жеткізіп, осылай ашып салатын боламыз. Сарымсақ, оның үстінен осы помидорымызды, тәтті бұрышымызды қосамыз. Енді 200 мг-дай сұйық майымызды құйып жібереміз. Тұзымызды, қантымызды 4 ас қасық қант салып, 1 ас қасық тұзымызды саламыз. Тұзыңызды қарайсыз, дәміне қарай қосасыз ғой. 1 қасық аз болса 2 ас қасық қосасыз. Және де 9%-тік осындай уксус қосып жібересіздер. Менде 9% болмағандықтан яблочный уксус қостым. Қараңыздар, өте сочный, бір дәмді болып шықты салатым. Ерекше болып, балаларыма да ұнады. Үйге балаларға салып бердім. Банкілерімді болап алдым да, енді жауып тастаймыз банкілердің барлығын. Мен осы суға крышкаларында қайнатып алдым, жақсылап тұрып. 1 литр банкіден осындай 4 банкі шықты. Барлығын жақсылап салып алып, енді аузын бұрап жабатын боламыз. Осылай тексеріп алсаңыздар болады. Су ақпаса, банкаңыз дұрыс жабылды деген сөз. Закрывашкамызбен жақсылап тұрып жабасыздар. Банкілеріңіз атылып кетеді десеңіздер, аспирин қоссаңыздар да болады. Енді мен қосқан жоқпын, себебі уксус бар құрамында. 1 тарелка салатты алып қойдым, сіздерге арнайы көрсету үшін. Қараңыздар, өте дәмді, ерекше болып шығатын салат. Дәл менің рецебіммен дайындап көрсеңіздер, бір жасағына сәтті шығатынына сөзсіз кепіл беремін. Менің достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздер қалай жабасыздар осы десятка салатын, ойларыңыз мен үшін маңызды. Міндетті түрде менің каналымда түрлі оңай рецептер мен лайфхактарды таба аласыздар. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоның соңына шейін қарағандарыңызға. Банканы осылай төңкеріп, бетін жылы жауып қойсаңыздар болады. 1-2 күн тұру керек. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Айгерім.